Сәлеметсіздер ме, балалар? Әрқашанда жақсы тілек тілеп, жылы жүрекпен айналамызға жан шуағын төгейік дей отыра, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Талап Сұлтанбековтің көшпелі алтын әңгімесіндегі шайтан тауға сапар бөлімі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе. Қазақ әдебиеті тарихындағы ғылыми фантастика жанрына тұңғыш қалам тартқан Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын әңгімесі оқырмандарын қиялға, арманға жетелейді. Бұл әңгімеде автор өз оқырманын ғылымның табиғи сырына үңілуге, адам миы арқылы оның құдірет күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын айғақтайды. Сіздерге өткен тақырып бойынша конверттегі сұрақ қойғым келіп отыр. Алғашқы сұрақ: Талап Сұлтанбеков қашан дүниеге келді? Екінші сұрақ: алғашқы шығармаларының тақырыбы қандай? Үшінші сұрағым: туындыларын атаңыз. Төртінші сұрақ: таудағы от бөлімінде айтылған оқиға не еді? Бесінші сұрақ: шығармаға өзек болған не нәрсе? Алтыншы сұрақ: қариялардың айтқан сөзі не еді? Жетінші сұрақ: осы әңгімеден қандай ой түйдік? Сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін менің жауабыммен салыстыруларыңыз сұралады. Міне жауаптары. Егер қате кетсе, түзейміз. Әрі қарай жұмысымыз топтық жұмыс бойынша жүзеге асады. Бұл тапсырма бойынша сынып оқушылары алдын ала WhatsApp желісінде 4 топқа бөлінген, және олар тапсырманы қалай орындау керек екендігін біледі. Ендеше бірінші топтың тапсырмасы аңызға арқау болған көшпелі алтын. Екінші топ шайтан тау немесе үңгірде қандай оқиға болып еді? Үшінші топ ғажайып құбылыс бұл не? Төртінші топ осы бөлімде ұнаған қандай эпизод? Сол бойынша сурет салып, ой пікір айтамыз. Тапсырманың дескрипторы WhatsApp желісі арқылы топ мүшелері ақылдасады, топтың атынан бір оқушы жауап береді. Шығармашылық жұмыс бұл ұжымдық жұмыс, барлық оқушы орындайды. Тақырыбы менің қиялымдағы көшпелі алтын көрінісі. Дескриптор барлық оқушы эссе жазады, WhatsApp желісімен жұмысын жолдайды. Сабағымызды қорытындылау үшін 4 сөйлем тәсілін тиімді пайдаланамыз. Бұл бөлім бойынша пікірлеріңізді бір сөйлеммен білдіресіздер, пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеп, өмірмен байланыстырып, мысал келтіреміз, және бүгінгі тақырып бойынша қорытынды шығарамыз. Тапсырманың дескрипторы әр оқушы өз көзқарасын білдіреді, өмірмен байланыстырып, қорытынды жасайды, WhatsApp желісі арқылы жұмысын жолдайды. Бұл не? Бұл біздің бүгінгі сабағымызға арқау болған алтын. Ол туралы біздің азды көпті біліміміз бар. Ендеше тағы да қосымша мәлімет алайық. Алтын химиялық элемент болып келетін асыл металдардың бірі. Табиғатта сау алтын түрінде, тау жыныстарында, теңіз және мұхит суында кездеседі. Кентастардан алтынды ұсақтау, байыту және цианды натрий ерітіндісімен өңдеу арқылы алады. Жалпы алтын өзіміз білетіндей жұмсақ сары түсті, созылғыш, жайылғыш, ауыр, жұмсақ болып келеді. Алтынның ұсақ түйірлері кварц ішінде немесе кварц құм арасында шашыраңқы күйде болады. Табиғатта алтынның қосылысы алтын теллуриді құрамында және мыстың қорғасынның сульфид кендерінде болады. Алтын Сібірде, Оралда,
және Орта Азия мен Қазақстанда да кездеседі. Шетелдердегі кені Аляскада, Колорадода да, Американың, Африкада және тағы да басқа аймақтарда бар. Қазақстан ТМТ елдерінің арасында алтын өндіріп алу жағынан көш бастап, әлем бойынша алтын өндіруші елдердің алғашқы ондығының арасынан орын алып отырған ел. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.